يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Егер де өздерің тура жолда болған болсаңдар, онда адасқан біреу сендерге зиян тигізе алмайды дейді. Міне сондықтан егер де біреу сізді ашуландырып жіберсе, мінезіңізді шайқап жіберсе, көңіліңізді бұзып жіберсе дегендей. Міне осындай жағдайларда негізі олар сынақ нысаны ретінде болған адамдар. Жалпы өзіміздің ішімізде халіміз дұрыс болмағанда, сол себепті мен ашуланып кеттім, сол себепті менің мінезім шайқалып кетті, оған бір айқайлап дауыс шығарып жібердім. Ол менің проблемам, менің ішімдегі менің проблемам ол. Бойұсыну халімді мен өзім бұзып алдым. Яғни біреуді кінәлай алмаймын мен. Анау маған сөйтіп сөйлемегенде мен бұлай сөйлемесе едім деп, ол айтқанымыз дұрыс болмайды. Себебі кешегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда бір бәдәуи дөрекі адам, қарап тұрсаңыз, әлі дәрет алуды үйренбеген, әлі намаз оқуды үйренбеген, дінге кіргенімен иман әлі жүрегіне кірмеген, пайғамбарымыз осындай мал таратып жатыр екен деген сөзді естіп, адамдарға түйе беріп жатыр екен деген сөзді естіп келіп, менің түйем қайда деп пайғамбарымыздың жағасынан тартқан кезде, ана жағасы шапаны қатты дөрекі матадан болғандықтан мойнын қиып кеткен екен. Сонда ана кісі жағасынан тартып атқан кезде пайғамбарымыздың рефлексі, қараңыздар, ол тартып атса пайғамбарымыз жымиып атыр оған бірден. Міне адасқан адам ешқандай зиян тигізе алмайды. Пайғамбарымыз жымиып, қайта оны бір жақсылыққа үйрету үшін сол жымию әрекетін жасап жатыр. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны тура жолға салу үшін жіберілген. Онымен қазір салысу үшін, сен неге маған бұлай деп айтасың деу үшін емес. Қарап тұрсаңыз, пайғамбарымыз қанша жылдық стажда жүрген адам ол уақытта. Міне қараңыз. Сол сияқты сіздің бойұсыну халіңіз осылай қадағаланып тұрса, өзіңіздің тарапыңыздан, сіз айналадағы адамдарға керісінше осы тура жолды үйрету керексіз. Олармен салысып, ұрысып, кінәлап, өзімізді ақтап, сөйтіп Алла Тағаланың алдында әдемі көрініс таппай қаламыз.